Биыл елімізде қосымша білім беру жүйесінің енгізілгеніне 100 жыл. Осыған орай Ақжайық ауданы орталығында жиын өткізілді. Шарада балалар мен жасөспірімдер өнерлерін ортаға салды. Жасөскіндердің жан-жақты жетілуіне сүбелі үлес қосып жүрген ұстаздар марапатталды. Аудан орталығындағы 6000-нан аса бала қосымша білім алады. Бүгінде дарынды оқушылар республикалық халықаралық байқаулардан олжалы оралған. Ал олардың қызығушылықтарын ескере отырып шығармашылық қабілетін дамытуда ұстаздардың еңбегі зор. Шарада қосымша білім беру ұйымдарының педагогтарына ерекше құрмет көрсетілді. Олардың ішінде балалар саз мектебінің мұғалімдері, робототехника үйірмесінің мамандары мен музей жетекшілері бар. Алғаш рет музыка мектебін ашқан болатынмын. Содан бергі кезеңде осы салада еңбек етіп, осы бағыттан зейнеткерлікке шықтым. Музыка мектептері, спорт мектебі, өнер мектептері бұл кезеңде, қазір кезеңде оқушыларымызға тәрбие берудегі ең үлкен мектеп болып келеді. Бұдан соң жас өрендер аудан әкімімен жүздесті. Басқосуда мектептен тыс ұйымдардың жұмысы сараланып, балалардың жетістіктері баяндалды. Аудан басшысы мұндай орталықтардың материалдық техникалық базасын нығайтуға, білімді, зерек, өнерлі оқушылардың тасада қалмай жан-жақты жетілуіне жағдай жасауға айрықша көңіл бөлінетінін айтты. Ғасыр бойында дейтін көптелген қосымша білім беру саласында жұмыстар атқарылды. Мектеп ішіндегі мұражайлар, экологиялық үйірмелер, туризм үйірмесі кеңінен тарап, біздің жаңағы ұстаздарымыз осы салада өзінің еңбектерін қосып жатыр. Ал мәдени демалыс орталығында қосымша білім беру ұйымдарының шәкірттері жиналған қонақтарға өз өнерлерін паш етіп, концерттік бағдарлама ұсынды. Гүлжан Аюпова, Владимир Липатов, Айдос Кесимов, Ақжайық арнасы.